Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін емтиханға дайындықтың Б бөліміндегі есептерге тоқталайық. 11-ші есеп. Функция сөзінен әріптері қайталанбайтын 4 әріптен тұратын, мағынасы маңызды емес қанша сөз құрастыруға болады. Енді осы жерде біз мынаған тоқталып өтейін. Мысалға маған 7 түрлі гүл берілсін. Осыдан мен 3 гүлінен тұратын гүл шоғын жасауым керек. Сонда мен мысалға міне бір вариантын жасап қойдым. Осы жерде осы үшеуін қалай орналастырсам да бәрібір сол бір шоқ гүл болады. Ал егер бір гүлді алып тастап орнына басқа гүл қойып, барлығын алып тастап келесі басқасын қойып сөйтетін болсақ, ол кезде басқа тәсіл болып есептелінеді. Енді мысалға қарайық. Осы 7 гүлдің орнына 1-ден 7-ге шейінгі цифрларды таңдайық. Және осы цифрлардан 3 таңбалы сан құрастырайық. Яғни бұнда да сол үшеуі қолданылады. 1, 2, 3 деген цифрларды алайық та, енді осылардың орналастырайықшы. Мысалға 123 деген сан шықты, Енді егер осымен 3 пен 2-нің орнын алмастырсақ, 132 деген сан шығады. Дәл осылай кете береді, яғни біз орындарын алмастырғанда бізде 3 түрлі цифрдан 6 түрлі сан құрастыруға болады екен. Ал мына жерде 3 түрлі гүлден 1 түрлі гүл шоғын жасай аламыз. Сонда бізде мына екеуін 2 түрлі формуламен шығаруымыз керек. Енді ойланамыз, функция сөзіндегі 4 әріптен тұратын сөзді құрастыру үшін қай формуланы қолданамыз? Мына сияқты гүл шоғы сияқты болу керек па ол? Барлығы бірге тұрады. Егер мысалға мына шетте гүл шоғы сияқты болып тұр. Барлығы бір алақанда орналасқан 4 әріп, ал мына жерде сол алақанда орналасқан әріптерді орналасу реті маңыздылығы бар. Яғни сөз құрастырған кезде олар топтасып бірге тұра салмайды, тек олардың орналасу ретінің маңызы бар. Сондықтан екеуінде 2 формула қолданылады. Бірінші жағдайда, мына гүлге байланысты жағдайда терудың формуласы қолданылады, ЦНК. Ал мына жағдайда сандармен орналастырғанда цифрлармен, ол кезде орналастырудың формуласы қолданылады. Біреуі ЦНК, біреуі АНК. Енді мына жағдайда АНК қолданылады. Яғни біз енді қарапайым тәсілін түсіндіріп өтейін. Бізге 4 ұяшық берілсін. Функция сөзіндегі әріптерден біз барлығы 7 әрібіміз бар. Соның бірінші құрастырайын деп тұрған сөзіміз 4 әріптен тұрады. Біріншісінің орнына біз 7 түрлі әріпті қоюымыз мүмкін. Яғни мен 7 әріп қалады. Сонда мен 5 әріп мына жерге қою мүмкін екен. Біреуін қойдық делік. 5 түрлі тәсілмен біреуін қойып алдық. Менің қолымда енді неше әріп қалды? Мынақа біреуін қойдық, мынақта біреуі кетіп қалды. 7 әріптің 2-і кетті. Енді демек менің 5 әріпім бар. Енді мына жерге мен Ф-ны қоя аламын. Ф әріпін қойған кезде менде барлығы 5 тәсілім болады екен. Сонда мынақта 5, мынақта 5. Келесінде енді біртіндеп азая береді. 4, 3, 2, 1 деп. Сонда бізде жауабында 600 шығады екен. Яғни ұяшықтар әдісімен шығаратын болсақ, осылай болады екен. Енді формуламен қалай болады? Енді бізде барлығы
6 ұяшығымыз бар, біреуін есептемегенде 6 ұяшықтың ішіне 6 әріпті қойып шығамыз. Енді менде сонда есептеген кезде 720, яғни орналастыру формуласымен шығарсам 6-ның 6-ауын таңдаймын. Егер n мен k екеуі тең болатын болса, онда мен алмастыру формуласын қолданамын. P6, яғни 6-ның факториалы дегенді есептеп қоямыз. Екеуі бірдей болса, P6-ны есептей береміз. Сонда 6-ның факториалы бізде 720 болады. Бірақ біздің жаңағы есебімізде 600 шыққан тұғын. Мына жерде не артық? Бұл жерде біздегі жаңағы F мен аяқталатын сөздер қосылып кетті. Енді F мен аяқталатын сөздерді алып тастауымыз үшін ішінен біз былай қыламыз. Барлығы бізде мына жерде соңында неше түрлі әріп тұруы мүмкін? 6 түрлі әріп тұруы мүмкін ғой. Сонда 6-ауының 5-еуі қажет екен, 1-еуі қажет емес екен. Демек біз мына жерде 720-ны 6-ға бөлеміз бізде. Сонда бізде 720-ны 6-ға бөлгенде 120 шыға ма? Демек 120-сы F-ға аяқталады деген сөз. Сонда біз 120-ны алып тастасақ, жауабынан 600 шығады екен. Немесе 720-ны 6-дан 5-ке көбейтеміз. Сондай 600 шығады екен. Бұл екінші тәсіл. Келесі, екі дауыссыз дыбысты қанша тәсілмен таңдауға болады дейді. Функцияда 4 дауыссыз дыбыс бар. Енді екі дауыссыз дыбысты таңдаған кезде бізге айтып тұрған жоқ, одан сөз құрастыр деп. Дұрыс па? Ондай болатын болса, біз олардың орналасу ретінің маңызы жоқ екенін ескереміз. Мына жерде мысалға мен ұяшықпен есептейтін болсам, онда мен бірінші ұяшыққа 4-еу, екінші ұяшыққа 3-еу, ол кезде 12 тәсіл болады екен. Бұл жерде орналасу реті маңызды болады. Себебі біз ұяшыққа мынаяққа 4-еуін қоя аламыз деп айтамыз. 4 әріпті, қалған біреуін қойғаннан кейін қалған 3-еуін мына жерге қоямыз деп есептейміз. 4 пен 3-ті көбейткенде 12 шығады. Енді дәл соны біз орналастыру формуласымен есептейтін болсақ, ол жерде де 12 шығады. Бірақ бұл жауап дұрыс болмайды. Себебі артық болып кетеді. Неге? Себебі біз орналасу ретінің маңызы бар болып қалады. Яғни сөз құрастырған сияқты оқығанбыз. Мысалға бізде F мен K-ны қоятын болсақ, онда F мен K-ны K мен F деп ауыстырсам, екі түрлі тәсіл болып есептенеді. Мына жерде әрбір орналасқан екі әріпті біз орындарын алмастырсақ, екі түрлі тәсіл болып есептелінеді. Сонда мына жердегі әрбір тәсіл екі еселеніп кеткен болса, оны екіге бөліп, жауабын 6 деп шығаруға болады. Немесе терудің формуласымен саламыз. Яғни С 4 әріптің ішінен екеуін таңдаудың әдісі. Яғни 4-тің факториалына, мына жерде формуласы бар, иә? Мына жерде АНК-ның формуласы сияқты, тек айырмашылығы мына жерде К-ның факториалы бар. Енді жауабында міне осы формулаға салғанда 6 шығады. Келесі, F немесе К әріптерінен басталатын тек дауыссыз дыбыстардан тұратын қанша сөз құрастыруға болады деді. Енді бізде F және K әріпінен басталатын дауыссыз дыбыстар деген кезде не істейміз? F мен K-ны бірінші қойып алайық. Сонда қараңдар, егер мен мына F қойсам, онда мен қалған 4 әріпті, қалған 3 әріпті мына жерге қоя аламын. Дұрыс па? Үшеуін қоям, 3 тәсілім бар. Қалған біреуін қойғаннан кейін 2 әріп қалады, мына жерге 2 тәсілді қоя аламын. Одан кейін қалғаны біреу ақ болады. Сонда 3-еуін көбейткен кезінде менде 6 деген жауап шығады. Келесі, егер біріншісі К-дан басталатын болса, онда мына жерде 3, 2, 1 дәл жаңағындай. Сонда 6-ға 6-ны қосқанда 12 шығады, иә? Жауабы 12 болады. Енді егер мен бағанағыдай тәсілмен 4 көбейтілген, 3 көбейтілген, 2 көбейтілген 1 деп шығара салатын болсам, онда менде мынаның ішінде 24 тәсілдің ішінде F-дан да, K-дан да, N-дан да, С әріпінен басталатын да әріптер бәрі кіріп кетеді, сөздер кіріп кетеді мынаның ішіне 24-тің. Яғни біз қарап отырсақ, 4 түрлі әріпті біріншісінің орнына қоя аламыз. 4 әріптің ішінде бізге қажеттісі екеуі. Демек біз жартысын ала саламыз деген сөз. 24-тің жартысы неше болады? 12 болады. Немесе формуламен есептейтін болсақ, 4-тің 4-еуінде таңдау, немесе P-n P4 болып есептелінеді. P4-іміз біздің жауабында P4 деп отырғанымыз, значит, 4-тің факториалы ғой, енді барлығы 4 тәсіл бар. Біріншіге қоятын дауыссыз дыбыстардың саны 4-еу, соның ішіндегі қажеттісі бізге екеуі. 4-тен 2-ге көбейтсек, немесе қысқарып жүргенде 2-ден 1 болады. 4-тің факториалына көбейткенде жауабында 12 шығады екен. Бұл бірінші есеп. Енді келесі есепке қарайық. Сандарды өсу ретімен орналастырыңыз дейді. Мына сандарды өсу ретімен орналастыру үшін бұлардың барлығы бірдей түбірде тұрса, бізге немесе барлығының бір ерекшеліктері болуы керек. Мысалға, бірінші тұрған жасылмен көрсетіп қойдым. Бірінші тұрған санды, осы сандарды қалай ықшамдаймыз? Енді қараймыз, мына жерде бізде 3 деген алдындағы көбейткіш. Мына жерде алдында 2-ден 1 деген көбейткіш бар, екеуін азайтуымыз керек. 48 бен 108-ді екеуін бөлімдерін бірдей санға айналдыруымыз керек. Ол үшін біз 108-ді 36 мен 3-тің көбейтіндісі деп алсақ, 48-ді 16 мен 3-тің көбейтіндісі деп алсақ, сонда түбірден неше шығады 36-дан?
6 шығады, ал 16-дан 4 шығады. Сонда бізде 3 пенен 6-тан 1 көбейтіледі. Мына жақта 2-ден 1 менен мынадан шыққан 4-тен 1 көбейтіледі. 4-ден шыққан кезде 4 шықпай ма? 4-тен 1 болады, е? Сонда енді екеуін көбейтетін болсақ, мына екеуінің көбейтіндісінен 2-ден 1 шығады, мына екеуінің көбейтіндісінен 8-ден 1 шығады. Енді қараймыз, мына шетте бізде бөлшектің бөлімінде түбірасты 3-тер тұр. Екеуінің де алымында бөлімінде түбірасты 3-ке көбейтіп жіберсек, біз түбірден құтыламыз бөлшектің бөліміндегі. Сонда бізде түбірасты 3 бөлінген 6 болады екен. Мына алымында бөлімінде түбірасты 3-ке көбейттік, түсінікті ғой, мына жер. 3 пен 2-ні көбейтеміз, 6 болады, 8 пен 3-ті көбейтеміз, 24 болады. Енді осы жерден ортақ бөлімге келтіріп жіберетін болсақ, 6-ға 4-тен береміз, сонда 4 түбірасты 3-тен азайтамыз түбірасты 3-ті. Жауабында 4 азайтқан кезде 3 түбірасты 3 болады. 3 пенен 24 қысқарады. Сонда түбірасты 3 бөлінген 8 деген жауап шығады екен. Бірінші мына жасылмен берілген санда. Келесі сан дайын тұр екен. Түбірасты 7 бөлінген 8 мынаған ұқсас, иә? Бөлімдері бірдей. Демек, осылай күйінде қалдырамыз. Бізде түбірастындағы 1 бөлінген 320 қосылған 1 бөлінген 20 деген түбірастында. Осы жерде 320-ны көбейткішке жіктесек, 20-ға бөлінеді, 320. Сонда 16 көбейтілген 20 деп алатын болсақ, бұдан шығады 16-ның түбірі 4 болады екен. Сонда енді қарап отырсаңдар, екінші бөлшектің бөлімінде 20 ғана бар. Сондықтан ортақ бөлімге келтіріп жіберсек, алымына да бөліміне де 4 көбейтіліп кетпей ма? Сонда бізде 4 түбірасты 20, екі бөлшектің бөлімі бірдей болады. Сосын аламыз да екеуін біріктіреміз. Сонда 4 көбейтілген 20-ның өзін 4 пен 5-тің көбейтіндісі деп аламыз. Бөлімі бірдей бір жаздық. Енді алымдары қосылып кетеді. Мынадан 1 шығады, мынадан 4 шығады, екеуінің қосындысы 5 болады. 5 бөлінген, енді мына шетте 4 түбірасындағы 4 түбірден шығарған кезде 2 болып шықпай ма? Сонда 4-ке көбейтіліп 8 болып кетеді екен. Сонда 5 бөлінген 8 түбірасындағы 5. Енді біз бөлшектің бөліміндегі түбірден құтылу үшін мына жердегі 5-ті түбірасындағы 5-тің квадраты деп алатын болсақ, немесе түбірасты көбейту түбірасты 5 деп алсақ, онда түбірасты 5-тер қысқарады, түбірасты 5 бөлінген 8 қалады. Енді қарандар, салыстыруға болады. Мына жерден түбірасты 3 бөлінген 8 болды. Мына жақта түбірасты 7 бөлінген 8, мына жақта түбірасты 5 бөлінген 8. Бөлімдері бірдей. Демек, алымдарын салыстырсақ болады. Енді қайсысының алымы кіші? Түбірдің астындағы сандарын барлығы түбірдің ішінде тұратын, түбір астында тұратын болса, онда біз кішісі кіші, үлкенін үлкен деп аламыз. Бұл жерде барлығы оң сан болып тұр. Ондай болатын болса, түбірасты 3 ең кішісі, түбірасты 5 ортаншы сан, ал түбірасты 7 бөлінген 8 ол ең үлкен сан болады екен. Сөйтіп орналасу ретіне мына түстеріне қарап әдейі бөліп тұрмын. Сармен көрсетілген ол ең үлкені оң жақта тұр. Одан кейін түбірасты 5-іміз екінші тұр, иә? Сосын ең кішісі түбірасты 3 бөлінген 8. Сонда біз берілгені мынадай болып тұрды ғой. Енді осыларды орналастырамыз. Мынау кішісі жасылмен қойдық. Көкті ортасына қоямыз, сосын сарыны шетіне қоямыз, оң жағына қоямыз. Сонда осы орналасу өсу реті болып есептелінеді екен.